Қайрат Боранбаев үшін бостандықтың құны арзан болмайын деп тұр. Бірнеше зауыты мен қонақ үй алып спорт кешенге дейін мемлекетке өткізіп жатыр. Басқасын айтпағанда Ресейге газын алып сататын бір компаниясының өзі бір мемлекетті асырауға жеткілікті құнды. Бірақ бәрібір Әккібайдың шетелдегі активі туралы ақпараты берілген жоқ. Әйтпесе, офшорлық шотта шатырлатып мол ақшаның жатқаны бесенеден белгілі ғой. Әрине Қайрекең байлығын тегін қайтармайды. Көздегені бостандық. Мемлекетпен саудаласып жатыр. Назарбаевтың белғұдасы мұнша абайлыққа қалай кенелген дерсіз? Құрметті көрермен, бірден айтайық, бұл байдың асын байғұстың қызғанғандығы емес. Қазақ жеуге нан табылмай отырғанда миллиардтармен кекіріп жүрген дәулеттілердің заңсыз алған қаражатын қайтарсын деген ортақ талап бұл. Көрермен, арнамызды қолдап кетіңіз. Лайықты деп тапсаңыз, лайк басып, комментке пікір қалдырыңыз. Сіз қолдасаңыз, біз де жақсы шабыттанып жұмыс істей түсеміз. Ендеше кеттік, талдап айтып берейік Боранбаевтың байлығын. Я тебе не обещал давать интервью, не надо ко мне подходить. Я тебе обещал приехать сюда. Ты приехал. Вы обещали ответить на вопрос. Вы обещали ответить на вопрос. Я тебе не обещал. Нет. Давайте не будем. Обещали. Именно к вам вопрос. Не надо мне лишний вопрос. Қайрат Боранбаев Forbes-та 2021 жылы Қазақстандағы ең бай бизнесмендер тізімінде 590 миллион доллармен қасқайып 14-ші орында тұрған адам еді. Кәсіптен түскен табысының өзі 4,1 миллиард теңге деп көрсетіліпті. Бірақ 2022 жылдың желтоқсанында аяқ асты ұсталады. Содан бері 8 ай тергеліп, ақыры 8 жылға сотталды. Енді жазасын қысқарту үшін билікпен саудаласып ақ жатыр. Бірақ оның құны тым қымбат болып жатыр. Апелляциялық сотта жаза мерзімін 2 жылға қысқартады деген дәмесі бар. Сонымен Қайрат Боранбаев бостандыққа тез шығу үшін өтемі ретінде не берді? Маусым айында 14,5 миллиард теңгені мемлекетке қайтарса, араға 3-4 ай салып, 14-ші қыркүйекте мемлекеттік активке 90 миллиард теңге қайтарды. Тағы да 30 миллиард теңгені инфрақұрылым түзуді қолдау қорының алақанына салып беріпті. Араға тағы да 6 ай өтпей жығылған үстіне жұдырық дегендейін. 3 күн қатарынан қан құсты десек те болады. Әуелі 16 қазанда құны 1,4 миллиард теңгелік Комфорт Хотель Астана қонақ үйін мемлекет қарауына берсе, Қайрат Боранбаев келесі күні жамбасына басқан шетелде тығып жүрген 30 миллиард теңгесін инфрақұрылым түзуді қолдау қорына аударып беріп, жер шықып қалыпты. Енді міне 18 қазанда Қайрат Боранбаев жиған тергенін тағы өткізді. Алматыдағы Есентай Молл, Есентай Тауэрс бизнес орталығы алмалы, жалпы құны 33,75 миллиард теңгені құрайтын 11 000 шаршы метр жерді алып жатқан Алматы Тауэрс бизнес орталығы нысаны қолынан сусып, мемлекетке Астана, Алматы және Қостанайдағы фитнес-клубтар желісін Алматының Әл-Фараби көшесіндегі орналасқан жер тілімі қайтарылыпты. Оның құны 1 миллиард 7 миллион теңге. Одан кейін Байекеңнің шетелде тыққан 66 миллион доллар қаражатын берген деген ақпараты бар. Қаражанбас Северный кен орны мемлекет меншігіне өтті. Оның өндірістік параметрлері құны 35,4 миллиард теңге болатын 2,6 миллион тонна мұнай және 13,2 миллион текше метр газ бар 143 ұңғыма. Боранбаев сондай-ақ тауарлық газы тасымалдаумен және сатумен айналысатын Азия Газ Чунджа газ таратушы компаниясын мемлекет меншігіне берді. Компанияның нарықтық құны 14 миллиард теңгеге жуық. Сонымен қатар құны 9 миллиард теңге болатын мұнай-газ жабдықтарын өндіру және жөндеу зауыты мемлекет меншігіне өтеді. Қазақстанның бар байлығын осынша уақыт жеп келген Қайрат Боранбаев деген кім өзі? Әрине, елде олигархтардың артын қазсаң, Нұрсұлтан Назарбаевтың әулетіне келіп тірелесің. Боранбаев Нұрсұлтан Әбішұлының құдасы. Ол бұрынғы президенттің немересі Айсұлтанға қызын беріп отыр. Кезінде өзде жаман бизнесмен болмаған. Жарлы бай болсам дейді, бай құдай болсам дейді деген осы. Осынша байлық бізге көп болып көрінгенмен, миллиардтарды жұтып үйренсең, аш көзді оянатын секілді. Айтпақшы, Боранбаевтың ішіп-жем шығынын көтеру үшін Макдональдс желісінің Ресейдегі, Қазақстан, Беларусьтегі мекемелері бар екен. Боранбаев қазір Ақмола облысындағы түрмеде қамаулы. Шенділердің СИЗОда қалай тайраңдап жүретінін білетін шығарсыздар. Осынша байлығы бар адам ол жақта да барлық жағдайды жасап алған болар. Құрметті көрермен, сіздердің естеріңізге сала кетейік. Боранбаев бірнеше серіктестермен бірге квазимемлекеттік сектор қаражатын жымқырды деген айыппен ұсталды. Ол бұрынғы Трансгазға бөлінген 14,5 миллиард теңгесін дивиденд ретінде өзіне аударыпты. Бізде осындай заңсыз қаржы аударымдарын бақылап отыратын орган бар. Боранбаев және серіктестері 14 миллиардты жымқыру кезінде анықталған схемалары қаржы мониторинг агенттігінің көзіне түседі.
Әйтпесе Қайрат Боранбаев үшін 14 миллиард теңге деген 14 мың теңге сияқты емес пе? Құрықталғаннан кейін кәсіпкердің басқа былықтарын ашуға болады. Міне осы кезде олигарх шырылдай бастады. Президенттің Қазақстан байлығының тең жартысы 162 адамның иелігінде дегені ақырындап расталып келеді. Бір ғана Назарбаевтың жақындарының дүниесін санасақ, қаншама былықтың беті ашылатыны анық. Нұрсұлтанның тұсында бюджет ақшасын өз меншігіндей көріп, бар байлықты жаңғалталарына басып қалғандар жайлы әлде айта береміз. Бүгінгі шығарылымға арқау болған Боранбаевтың мемлекетке қайтарған дүниелері Қазақстандағы ақшасы ғана. Ол үшін бұл жақтағы мүлкі тиын тебен. Шетелде қанша актив бары өзіне ғана аян. Оларды қайтаратын болса жазадан құтылуы мүмкін. Назарбаевтың тұсында тайраңдап жүретіндер шетінен ұсталып жатқаны бір жағынан түсініксіз. Не дегенмен сел қозғалғандай. Құрметті көрермен, сіз қалай ойлайсыз? 30 жылда мемлекеттің түгін қалдырмай тонап кеткен нұрлардан ел байлығын қайтара аламыз ба? Әлде бәрін басынан бастайық па? Көрген дұрыс көрермені, бізге қосыл. Ол үшін төмендегі мына батырманы бассаңыз жеткілікті, лайықты десеңіз лайкта басыңыз. Пікір жазуды ұмытпаңыз. Осылай сіз бізді шабыттандырасыз.